Қайырлы күн. Бауырсақтың рецептін ұсынамын. Өте керемет болып шығатын осындай пышный бауырсақ. Ортасы осындай міне үшін ортасы осы өпілдеп тұрады. Өте жұмсақ қылып пісіретін бауырсақтың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына шейін қарап, лайк басып, комментарий басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Міне бір кесе сүт, осылай салқын сүт. Екінші кесеге қайнап тұрған ыстық су құямыз. Міне бір шай қасық тұз қосып аламын осылай. 2 столовый ложка қант қосам. Осылай видеодағыдай істесеңіздер өте керемет болып, пышный болып піседі бауырсағыңыз. Тойға, туған күн, қонаққа пісіруге болады. Енді міне қайнап тұрған суды екінші кесеге құйып аламыз. Содан осылай құйып, венчикпен араласып, тұз бен қантымызды ерітіп аламыз ыстық суда. Содан кейін екінші кесені құямыз. Одан кейін 1 чайный ложка дрожжи қосамыз. Осы дрожжи жетеді. Өйткені аз порцияда пісіріп жатырмын. Егер де қонаққа бір жерге пісірсеңіздер, литр кесемен қоссаңыздар болады. 2 столовый ложка сұйық май, одан артық қоспаймыз. Майонез менде бесабай. Осындай 1 столовый ложка. Майонез жоқ болса, жұмыртқа қосуға болады. Осылайынан 600 граммдай ұн қосамыз. 500-600 грамм. Біртіндеп жайлап отырып қосып отырам. Өте жұмсақ міне осындай қолға жабысқа жұмсақ болу керек. Содан кейін ең қандырып болғаннан кейін қолыңыз суға матырып та осылай жабыспасын деп етсеңіздер болады. Міне осылай көтерілді менде. Осылайынан басып қоямыз. Өте жабысқақ болу керек. Осылайынан басып қоямын. Тағы көтерілгенде осылай жабысқақ болу керек. Осылайынан басып қоямын. Бұл қайттан көтеріледі, содан кейін бауырсақ пісірем. Міне екінші рет көтерілді менде. Енді столға ұнымызды жайып, осылайынан видеосы дағылай істеп. Нанымызды түсіреміз соның үстіне. Осылайынан түгел түсіре салдым. Осындай керемет үлпілдек, жұмсақ болу керек. Содан кейін домалаққа пістеп алғаннан тізіп, бетін жауып, тағы 10 минутқа қоюға болады көтерілгенше. Содан кейін пісіруге болады. Өте керемет болады. Не қалың емес, не жұқа емес қып, орташа қып қалыңдықта істейміз. Енді мынадай домалақ бар, осындаймен істесеңіздер болады. Контейнерлік дүкенде сатады. Немесе стаканмен, жалпақ стаканмен істеуге болады. Осылай домалақ қып шықтым. Атсайымда шүберектің үстіне тізем бауырсақтарымды. Қалғанын жаба тұрам. Осылай тізіп,
Біраз тұрдым енді пісіруге кірісемін. Осылай қайнап тұрған майда пісіремін. Баяу отта, жай қайнап тұрған майда пісірем. Қатты қайнап тұрған майда пісірсеңіздер, ортасы піспей қалуы мүмкін. Баяу отта осылай асықпай пісіреміз. Осыдан әдемі болып көтеріліп жатыр. Енді аударамыз. Осылай ақшыл қызыл осындай қылып пісіреміз. Асықпай. Осылайынан пісіріп аламыз. Өте керемет болып пісті. Ортасы лүпілдек. Дәмі өте тамаша болып піскен. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Тура видеодағы істесеңіздер керемет болады. Тіркеле кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Рахмет.